Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздерге үй жағдайында дайындалатын 10 минутта жасалатын өте оңай және өте нәзік, дәмді, ең бастысы өз қолыңызбен дайындалатын сыртын рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен табамызды орташа отқа қоямыз, 1 литр сүт құямыз. Дүкеннің сүті болса да, үйдің сүті болса да жарай береді. Менде 3,2% дүкеннің сүті. Сүтіміз қызығанша 400 грамм қаймаққа 3 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. 20%-дан бастап кез келген қаймақ жарай береді. Қаймақ пен жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Өйткені сүтке қайнатқан кезде жұмыртқамыз пісіп қалмау керек. Қаймағымыз дайын, енді сүтімізді көреміз. Сүтіміз қайнаған емес, қайнауға жақын қалған кезінде тұз саламыз. Тұзды жақсылап араластырамыз. Түбінде тұнып қалмау керек, сүтке жақсылап араласу керек. Енді қаймағымызды сүтімізге аз-аздан қоса отыра сүтті араластырамыз. От орташа отта болу керек. От тым қатты болса күйіп кетуі мүмкін, ал жай болса дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сол үшін орташа отта пісіру керек. Мен бұл процестің барлығын толық түсіруге тырыстым, өйткені сіздерге түсінікті етіп салғым келді. Қаймақты қосқан кезде міндетті түрде астын араластырып тұрыңыздар. Қаймақты салып болған соң 2 минуттан соң сүтіміз іри бастайды. Неге? Бізде іртіктер пайда бола бастады. Тағы бір араластырамыз. Одан кейін көп қозғаудың қажеті жоқ. Оны сол күйінде қалдырамыз. Және жай отқа қоямыз. Толық сары суы ажырап шыққанша жай отта 5-6 минут қайнайтын болады. Міне сары суынан ірімшік бөлініп шықты. Осымен процесс аяқталды. Енді арлямызға немесе жұқа орамалға ірімшікті бөліп аламыз сары суынан. Астына шұңғылдау ыдыс салыңыздар. Өйткені бізде сары суы көп, сол ыдысқа барлығы тамып түсетін болады. Видеодағыдай жасап, суының барлығы ағып кетуіне қолмен көмектесуге болады. Дайын болған ірімшігімізді тоңазытқышқа 2 сағатқа салып, сосын пайдаланып беруге болады. Сыр керемет болып шығады қыздар. Өте нәзік, дәмді болып. Міндетті түрде жасап көріңіздер, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар. Және сіздерде қалай болып шықты, пікір қалдырыңыздар. Каналға тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.